Көп мұғалімдер бұл платформаның бар екенін әлі күнге дейін білмейді. Себебі бұл платформаның ішінде өзіңізге керекті КМЖ, БЖБ, ТЖБ немесе басқа да ақпараттарды бар жоғы 1 минуттың ішінде ғана жасай аласыз. Кеттік, олай болса сайтқа кірейік. Мінекей мына Шырақ Ай деген сайтқа кіріп регистрация жасаймыз. Регистрация жасау барысында өзіміздің пәнімізді таңдаймыз. Мысалы, мен қазақ тілі, қазақ әдебиет дегенді ғана таңдадым. Физика, математика деген таңдасаңыз, өзіңіздің пәніңіз шығады. Мен мысалы қазақ әдебиетіне кірейін, ішіне кірсем, мінекей қаншама ақпараттар бар. КМЖ, БЖБ, жұмбақтар, тесттер, эссе, ән шығару, презентацияға план барлығы бар. Ішінде біреуіне кіре салайын. Мысалы, эссе дегенге кіріп, генерация дегенге кірейін да, мысалы, сырымдатылу деген тақырып сыныпты таңдайын. Қай сынып, мысалы, 5-ші сынып деп таңдай салайын. Сұраныс. Мінекей маған сырымдатылу туралы ақпарат берді. Халықтың батыры деп қаншама ақпараттар беріп жатыр. Ол енді тек қана эссе деген тақырып қана, басқаларына кірсем, маған басқа тақырыптарды шығарып береді. Бұл видеоны өзіңіздің мұғалім танысыңызға жіберіңіз және де маған тіркелуді ұмытпаңыз.